мен жұмыс тақырыбында кітапханалық сабақ өткізбекпін. Достар, шығармамен, мәтінмен, ертегілермен немесе бір қызықты кітаппен танысу неден басталады деп ойлайсыңдар? Қандай да бір шығармамен танысу ол шығарманың иллюстрациялық құралдарынан басталады екен. Яғни көрнекі құралдарынан. Көрнекі құралдарға картинкаларды, интерактивті тақтаны, түйін сөздерді немесе бізге берілген мәтіннің тақырыбын жатқызуға болады. Біздің оқырмандарымыздың көбісі кітапты алардан бұрын бұл кітаптың сыртындағы атауына көп мән береді. Мысалға, мен қазір Тұрысбек Сәукетаевтың «Мен жындымын» деген кітабын оқып жатырмын. Неге автор бұл кітапты «Мен жындымын» деп қойды екен? Неге «Мен жындымын» деген қызығушылықпен мен бұл кітапты оқи бастадым. Ал өздеріңе берілген көрнекі құралдарға зер салайық. Мұнда алма ағашы, алма ағашының түбінде алманы күтіп отырған адамдарды көруге болады. Және де оның астында бізге кілт сөздер берілген екен. Баяғыда жалқаулар, көзі, көк алма біз, ерінбей, жалықпай, аузыма түс. Ендеше түйін сөздермен біз мәтін құрап көрейік. Баяғыда жалқаулар. Бұл мәтін жалқауларға қатысы бар екен айтылып тұр. Баяғыда бір жалқаулардың көзі көк алмаға түссе керек. Достар, бұл ертегі елу ертегі кітабынан алма піс, аузыма түс деген ертегі. Алма піс, аузыма түс. Баяғыда екі жалқау болыпты. Жалқаулықтары сонша, тіпті еріндерін қимылдатуға ерінеді екен. Күндердің бір күні екеуі алма ағашының түбінде жатқанда, бірінің көзі көк алмаға түсіп, алма піс, аузыма түс дейді. Екіншісі оған, ерінбей жалықпай соны қалай айттың деп ренжиді екен. Қазақта еңбекпен тапқан мал тәтті дейді. Ешқашан жалқау болуға болмайды, достар. Бұл ертегі кітапты кітапханамыздан алуларыңа болады.